Бұл менің екінші видеом, яғни биылғы абитуриенттерге арналған, жалпы бұл келесі жылғы абитуриенттерге де арналады, яғни медуниверге медицинаға түскісі келетін барлық абитуриенттерге арналады бұл видео. Және неге дайын болу керек, не керек, осындай сұрақтарға жауап бергім келеді. Ең бірінші, неге дайын болу керек? Сен осы кәдімгі мектептің программасын үйрендің, қасындағы сыныптастарың күнде көретін сенің адамдарың, мұғалімдерің саған 6-7 жыл беріп жатқан адамдар, барлығын танисың, барлығын білесің. Күнделікті үйіңе барып жүресің, келесің, енді түсінікті шығар, барлығына үйреніскенсің, барлығын білесің, еркінсің. Енді соңғы жылдар тіпті сабақ деген өте маңызды сабақ, кәдімгі барлық сабақты оқымайсың, тек өзіңе қажетті сабақтарды оқисың, тек қана сол өзіңнің ұбт тапсыруға қажетті пәндеріңді оқисың, соған бәріне үйреніп, еркінсіп қалғансың, иә? Енді сен универге түскен кезде барлығы басқаша болады. Өте басында қиын болады. Сен басында қиналасың, міндетті түрде қиналасың. Сен тіпті бір аздап өкінесің. Өйткені сен мына универге мен мысалға медицинаға түскен кезде басында шамалы өкініш болған. Мысалға неге түстім? Соншалықты мынау қиын ғой. Неге қиын? Неге мынау бәрі күрделі деген. Ата-ананың қасынан жырақта болғандықтан барлығы саған ауыр тиетін сияқты болып көреді. Ауыр болады. Ары қарай қалай алып жүрем, қалай болады дегенге сен өзіңде сондай ой болады. Бірақ сен соның барлығына дайын баруың керек. Универге және барлық сабақтарға дайын болуың керек. Сабақтар басында саған күрделі болады. Мұғалімдер барлығы сенен тек керемет нәтижені күтеді. Барлығы сенен тек сабақ сұрап отырады. Күнде сұрайды сабақты. Және ода бүгін менен сұрамайды-ау, өйткені кеше менен сұрады деген нәрсе ойнамайды. Өйткені сенен күнде сабақ сұрайды. Күнде дайындалып баруың қажет. Және күнде дайындалуың қажет. Соған дайын болуың керек. Өйткені сен соның барлығына сен дайын болуың керек. Қайталай бердім. Дайын болуың керек. Және мұғалімдер ода сені оқысайшы деп ондай саған ештеңе айтпайды. Және 5-ке жетіп тұрсың-ау, шамалы көтеріп қояйын деген болмайды. Олар сен қалай айттың, сондай баға қояды. Иә, дәл солай. Ода соның бәріне дайын болуың керек. Ода мұғалімдер қатаң болуы мүмкін. Енді әртүрлі мұғалімдер кездеседі. Сен барлық мұғалімдермен жақсы араласа білуің қажет. Және жаңа ортаңа сен неғұрлым енді әр жақтан келгесін, сенде әртүрлі балдарды көресің. Барлығы әртүрлі, барлығының ойы әртүрлі. Соның бәрін көресің. Өте қызық болады. Студенттік кез енді бірінші курс бәрі қызық болады. Универің қызық болады. Универге түскенде сен ерекше сезім болады. Сен ата-ананың жырақта болсаң, сенде жауапкершілік пайда болады. Сен өзіңе, өз басыңа жауап беруің қажет. Соның барлығы сенің сол бірінші күннен бастап сенің мойныңда болады. Соның барлығы. Және сен неғұрлым өзіңнің ата-аналармен сөйлесуіңді, сол ұстаздармен сөйлесу қарым-қатынасың барлық жақсы болу қажет. Және студенттермен де қарым-қатынасың жақсы болу қажет. Сыйлауың қажет. Және мұғалім ұстаздармен сол жақтағы. Олардың білімдері өте жоғары. Олармен сен қарсыласып, мысалға бір қатесін түзететін болсаң, сен оның шынымен де қате екендігін білуің қажет. Өйткені сен көзіне бір түсіп қалсаң, мұғалімнің көзіне, одан әрі мұғалім сені есіне сақтап қалуы мүмкін. Одан кейін саған қиындау болуы мүмкін. Оның бәрін мен көрдім, өз көзіммен бәрі болды. Ондай жағдайлар. Сондықтан, ол жақтағы мұғалімдер ертең барған кезде бірінші
дәрежелерінің мектептегі мұғалімдерден көрі өте жоғары екендігін көресің міндетті түрде. Олар бәрі өзінің ісінің маманы болады, өзінің маманы кәдімгі. Сен одан сабақ үйренген, білгің келіп тұрады. Үйрететін көбінесе, бірақ үйрететін ұстаздар өте аз саған, тіптен өте санаулы. Саған бірдеңе айтып үйрететін, сен өзің үйде оқып барасың, соны айтып бересің. Міне солай. Және медуниверге түскесін ояқта оқу, сен күндізін оқисың. Сессия деген сен ұбт-дан да өте маңызды, өте қиын болып керек. Өйткені сен ұбт-ға дайындалғандай, сессияға одан қаншама есе, 2 есе, тіпті көбірек сен дайындаласың, көбірек күш саласың. Соның күш саласың. Сондықтан медуниверге түсетін болсаң, енді басқа универді білмеймін, сондықтан өз универімді ғана айтам. Сондықтан универге түсетін болсаң, сен шынымен оқитын болуың қажет. Сен басында ойлайсың, оқимау деп, бірақ сенде шынымен жауапкершілік болатын болса, шынымен оқитын болсаң, онда сенің қолыңнан бәрі келеді. Мен айта аламын. Және сен ояқта күнделікті 5 алып баратын болсаң, мысалға мектепте күнделікті 5 алған болсаң, мектепте алтын белгімен бітірген болсаң, үздік оқушы болсаң, сен универде ол алтын белгі екендігін ешкімге маңызды емес. Мұғалімдер сен алтын белгі екен, мына баланы көтерейін деп онда ештеңе істемейді. Олар сенің таза біліміңе қояды, және ояқта сенде 5 алуың да мүмкін, және 3 алуың да мүмкін, 2 алуың да мүмкін, бәрі мүмкін, бәрі. Оған да дайын болуың керек. Басында, бірақ оған жылаудың да қажеті жоқ. Бірақ басында бірінші сондай мысалға болып қалған жағдайларда сен ешқандай мұңаймас, сен өйткені сен күнделік сабақ айтатын болғандықтан, күнделікті сен ағайдың, сол апайдың сабағы болғандықтан, саған күн сайын баға қойылып отырады. Сондықтан сен бәрін түзете аласың, барлығы түзетіледі. Және оқу бәрі өзіңе байланысты. Және қиын пәндер негізінен дұрыс білмейтін адамға, оқымайтын адамға қандай пән болсын қиын болады. Солай. Жақында осы бір немде анатомия туралы түсірем. Анатомия жалпы қандай екен. Сондықтан ояқта сен егер шынымен оқымайтын болсаң, саған барлығы қиын болады. Оқитын болсаң, саған қиын пән жоқ. Не сессияға сен күндізіне дайындаласың, сессияға да дайын болуың керек. Жалпы медуниверге түсетін болсаң, сен кәдімгі үлкен күшпен барлық жағынан, барлық тұрғыдан, моральды, барлық жағынан сен дайын болуың керек. Өйткені ояқта сен ойлағаннан да басқаша болады бәрі. Егер сен бәрі дайын болсаң, барлық осы айтқандарым, онда керемет. Бірақ дайын болмай барсаң, сен келе-келе үйренесің. Не? Айтқым келгені осы. Тағы не айтайын? Тағы да қандай сұрақтарың бар, барлығын жазып қалдыруларыңа болады. Мен барлығына жауап беруге тырысамын. Және сол туралы видео түсіруге де тырысамын. Не? Егер медуниверге түскен болса, осындай жағдайда болады, сен осының бәрі дайын болу керексің. Осы айтқандардың бәрі болады. Осылай. Басқа универлерді білмеймін енді. Жалпы осылай. Жақсы, келесі видеомды күтіңдер. Келесі видео тағы да шығады. Сау болыңдар.